Садақа деген нәрсе бұл бір жақсылық, бұл бір шындықты мойындау. Алла тағала бізге әртүрлі қабілет берген, ақыл берген, мінез берген, қаржылық, материалдық мүмкіншіліктер берген. Садақаның ең жеңілі саған жағдайын айтып келген бауырыңа күлімдеп жылы жүз таныту. Ал енді одан кейінгі ең негізгі садақа ол бір-біріңе қаржылай, материалдық тұрғыда жәрдем көмек жасай алу. Себебі неге? Басыңның сау кезінде садақа бер дейді. Басыңа қиындық түскенде Алла сені табады дейді. Садақадан кедей болған адам жоқ. Садақадан аштан өлген адамның қабірі жоқ. Себебі Алла жолында қанша біз жақсылық жұмсап, қанша садақа берсек, Алла уәде берген оның орнын өзі еселеп толтырады. Ал енді біреуге міндет қыласың, біреуге қиын қылып бересің. Ол садақа емес. Ол бір міндет қылған өзіміздің өркөкіректігімізбен мақтаншақтығымызды паш еткен жағдай ғана. Ондай жағдайда Алладан қайтарым болмайды, сауап та болмайды. Сондықтан бір-бірімізге ең кемінде күлкімізді шашып жүрейік. Жан дүниеміздің жарқындығын көрсетейік. Ал қала берді физикалық тұрғыдан, материалдық тұрғыдан қол ұшымызды созайық. Бүкіл құдірет қолында тұрған Алла бізге өзінің жәрдемін жібереді. Бұл анық.